Саламатсыздар студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы амин қышқылдары және полиамидті смолалар. Сабақ жоспары амин қышқылдарының жіктелуі, амин қышқылдарының изомериясы және номенклатурасы, амин қышқылдарының алынуы, амин қышқылдарының физикалық және химиялық қасиеттері, полиамидті смолалар, амин қышқылдарының қолданылуы, сондай-ақ пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Амин қышқылдарының жіктелуі молекула құрамында бір немесе бірнеше амин топшалары бар қышқыл туындыларын амин қышқылдары деп атайды. Амин қышқылдарының молекуласында бір немесе бірнеше карбоксид топшалары да болуы мүмкін. Соған сәйкес 1, 2 және көп негізді амин қышқылдары болып аталады. Амин қышқылдарының қалдығынан тіршілікке қажетті белокты заттар құрастырылады. Сондықтан олардың маңызы өте үлкен. Бұл тарауда бір негізді молекуласында бір амин топшасы бар амин қышқылдары қарастырылады. Олардың жалпы формуласы, яғни бір амин группасы, сондай-ақ радикал және карбоксил топша. Амин қышқылдарының изомериясы және номенклатурасы. Амин қышқылдарының изомериясы окси қышқылдарының изомериясына ұқсас келеді. Яғни оларда амин топшасының жағдай изомериясы және тізбектік изомерия байқалады. Халықаралық номенклатура бойынша амин қышқылдарын сәйкес карбон қышқылдарының атына амин деген сөзді қосып, амин топшасының орнын цифрмен көрсетіп атайды. Рационалды номенклатура бойынша амин топшасының орнын грек таңбасымен өтіп, карбон қышқылдарының туындысы түрінде атайды. Көптеген амин қышқылдары тарихи номенклатура бойынша да аталады. Окси қышқылдар секілді амин қышқылдарда оптикалық изомерия байқалады. Табиғатта кездесетін амин қышқылдарының барлығы құрамында асимметриялы көміртек болғандықтан оптикалық активті болады. Мысалы, аминопропин қышқылы оптикалық активті қышқылдар қатарына жатады. Окси қышқылдар секілді амин қышқылдарда Е және Д қатарлары жатады. Амин қышқылдарының алынуы альфа амин қышқылдарын табиғи заттардан және синтетикалық жолдардан алады. Бірінші, қышқылдық ортада белоктарды гидролиздегенде әртүрлі альфа амин қышқылдары қоспасы түзіледі. Гидролиздеу арқылы 25 амин қышқылдарын алынған қоспадан әртүрлі әдістерді пайдаланып альфа амин қышқылдарын бөліп алады. Аммиак альфа галоген карбон қышқылдарымен оңай әрекеттесіп, альфа амин қышқылдарының тұздарын түзеді. Екінші, алдегидтер цианды сутекпен және аммиакпен әрекеттесіп, альфа амин қышқылдарын нитрилдерін түзеді. Ары қарай түзілген нитрилді гидролиздеу арқылы альфа амин қышқылдарын алады. Бета амин қышқылдарының алыну жолдары қанықпаған карбон қышқылдарына аммиакты қосу арқылы бета амин қышқылдарын алуға болады. Қосылу реакциясы Марковников ережесіне кері бағытта жүреді. Физикалық қасиеттері амин қышқылдары суда еритін түссіз кристалдық заттар, олардың кейбіреулерінің тәтті дәмі болады. Амин қышқылдарының балқу температурасы жоғары болады. Амин қышқылдардың молекуласында сипаты жағынан қарама-қарсы екі функциялық топ бар. Қышқылдық қасиеті бар карбоксил топшасы және негіздік қасиеті бар амин топшасы. Химиялық қасиеті амин қышқылдары құрамында карбоксил және амин топшалары болғандықтан әрі қышқылдардың, әрі аминдердің қасиетін көрсетеді. Бірінші, амин қышқылдың негіздермен әрекеттесіп, яғни тұздар түзеді. Екінші, альфа амин қышқылдары ауыр металдардың иондарымен комплексті тұздар түзеді. Мысалы, мыс иондар амин қышқылдармен қара-көк түсті комплексті қосылыс береді. Амин қышқылдары минералды қышқылдармен тұздар әдетте жақсы кристалданады. Амин қышқылдарының азотты қышқылмен әрекеттесіп, окси қышқылдар береді. Реакция нәтижесінде бөлініп шыққан азот арқылы ерітіндідегі альфа амин қышқылдарының мөлшерін анықтауға болады. Бесінші, тотықтырғыштардың әсері, яғни күшті тотықтырғыштардың әсерінен альфа амин қышқылдары тотығады. Тотығу барысында аммиак және көмірқышқыл газы бөлінеді.
және алдегид түзүлөдү. Полиамидті смолалар полипептидтерге ұқсас келеді. Олардың молекуласындағы көміртек қалдықтары пептидтік байланыс арқылы байланысады. Полиамидті смолалардың маңызды өкілдерінің бірі синтетикалық талшық капрон. Ол автомобиль дөңгөлектерінің өндірісінде, улайтын торлар дайындауда, хирургияда және тағы басқа өндірістерде кеңінен қолданылады. Капронның жалпы құрылысы жүн белоктарындағы полипептидтердің құрамына ұқсас, бірақ жүн белоктары әртүрлі альфа-амин қышқылдарының қалдықтарынан тұрады, ал капрон тек амин қышқылдарының қалдықтарынан тұрады. Полиамидті смолалардың келесі өкілі нейлон. Ол екі негізді адипин қышқылы мен гексаметилендиаминнің конденсациялануынан түзіледі. Амин қышқылдарының қолданылуы амин қышқылдары тірі ағзалар үшін маңызды биологиялық қосылыстар болып табылады және олар түрлі салаларда кеңінен қолданылады. Ең алдымен амин қышқылдары ақуыздардың негізгі құрылымдық бірлігі болғандықтан медицинада, фармацевтикада және биотехнологияда маңызды рөл атқарады. Олар дәрілік препараттарды, биологиялық белсенді қосылыстарды және түрлі емдік тағамдарды өндіруге пайдаланылады. Сондай-ақ пайдаланылған әдебиеттер тізімі ұсынылған. Назарларыңызға рахмет.